Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен свекольный рулет рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, укроп, свекла, жұмыртқаның сарысы, жұмыртқаның ақуызы, творожный сыр, сұйық май және тұз. Алдымен свекламызды үккіштің ұсақ жағынан өткізіп аламыз. Свекланың сұйықтығы болады, соны сығып аламыз. Рулетіміздің основасын дайындайтын боламыз. Ол үшін жаңағы свекламызға жұмыртқаның сарысын, сұйық май, тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның ақуызына шымшық қант сеуіп жіберіп, миксерлейтін боламыз. Енді осы 1-2 массаны бір-біріне қосатын боламыз. Жаңағы миксерлеп алған ақуызымызды 3 бөлікке бөліп, салып араластыратын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Осындай болып шығу керек массамыз. Ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Противенді алдын ала дайындап, пергамент қағазын төсеп, майлатып қойдым. Енді жаңағы рулет основасын құямыз. 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Рулеттің основасын пісіріп алдық. Енді толықтай суығанша қоя тұрамыз. Укропымызды ұсақтап турап аламыз. Толықтай суыған основамызға творожный сырымызды жағып шығамыз. Творожный сырымыз үстіне жаңағы ұсақтап туралған укропымызды сеуіп шығамыз. Енді рулет қылып ораймыз. Рулетті пищевой пленкаға орап қойдым. 1-2 сағатқа холодильникке қоямыз. Міне достар, біздің свекольный рулетіміз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Сіздермен болған Гүлсезім.